Қамаудағы өмір екінші бөлім. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Жығылғанға жұдырық болғандай, анасы да соңғы кезде қылық шығара бастады. Басында өзінің мәселесімен анасына мән бермеген болатын. Жұмыстан кейде кешігіп, тіпті бөтен ер адамның көлігімен келетінді, мерекеде ішімдік ішіп келуді шығарды. Анасының бұндай қылық ұнамайтынын айтқанда, менде шаруаң болмасын, мен сенің анаңмын, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзімде білемін, деп айқайлап жекіп тастады. Бірде анасы тағы да ішімдік ішіп, бөтен еркекті жабыса сүйіп, екеуі үйіне кіре бергенде Сәуле жүгіріп шығып айқай салған еді. Ішімдікке сылқия тойған анасы шапалақпен қызының бетінен ұрып жіберді. Анасы, сен қыз мені осындай күйге түсірдің, білесің бе сен соны? Мен қазір жұмыстағы әр полицияның көңілдесімін. Бір күні анау пайдаланса, ертеңіне басқасы. Біресе жылап, біресе күлген анасының аузынан осындай сөзді естіген Сәуле есеңгіреп қалды. Ішкілікке еті үйреніп кеткен анасы өзін ұстай алмайтын халге жеткен. Сол себепті жұмысынан қуылды. Барлық ауыртпалық Сәулеге түскен болатын. Кеш батса анасы үйде тұрмайтынды шығарды. Сол үшінде анасы мен қызы жиі ұрысуды әдетке айналдырған. Үйдегі айқай-шудан 4 жасқа толмаған інісі қорқып, ауру әжесінің құшағына тығылатын еді. Бірде Сәуленің сыныптастары бас қосу кешін жасады. Сыныптастары қоймай шақырғасын, әрі соңғы кезде көңілсіз жүрген. Өзін бір сәт көңілін көтергісі кеп, сол кешке барды. Сол бір кешке барғаны үшін әлі күнге дейін қатты өкінеді. Сәуле сол кешке бара жатқанда анасына жалынып, тіпті құшақтап, апа өтінемін, бүгін ішпеші, мен 1-2 сағаттан соң қайтап келемін, деді. Соңғы рет анасымен осылай қоштасқанын білмеді. Қызы кеткен бойда полицияда жұмыс жасайтын көңілдесін шақырып алған анасы өз үйінде ішімдік іше бастады. Артынан жанжал шығып, ашумен Сәуленің анасына пышақ салған қылмыскер барлық іздерін айнадай сүртіп тайып тұрды. Бұл қылмысқа жалғыз куәгер ауру әжесі ғана. Ол да сөйлей алмай, аяқ-қолы қимылсыз, жансыз еді. Қиындықты бір сәтке ұмытқандай көңілді қайтқан Сәуле үйінің есігі ашық тұрғанын көргенде жүрегі зу ете қалды. Анасы кетіп қалып, кішкентай інісі үйден шығып кетті ме деген оймен жүгіріп үйге кіргенде есінен тана жаздады. Жерде қансырап жатқан анасын құшақтап, кешірші апа, кешірші, бәріне мен кінәлімін, көзіңді ашшы, апа бізді тастамашы. Көз жасына тұншыққан Сәуле үстіне анасының қандары жұқты. Ойына келгені көмек шақыру. Көршісіне жүгіріп барып, есігін тарсылдата қаға бастады. Түнгі сағат 1-лердің шамасы. Есікті ашқан көрші қорыққаннан көздері шығып кетердей. Сәуле, тез апама көмек керек, жедел жәрдем, апама пышақ салды, бәріне мен кінәлімін, дей берді. Өзінің не айтып тұрғанын білмей жылай берді. Анасының жансыз қанға бөккен денесін көрген Сәуле есін жия алар емес. Қайғырғаннан есін адаса, мен кінәлімін, кешірші апа, кешірші, сол күні кетпеуім керек еді, кешірші апа, кешірші, апатайым кешірші. Айқайлай жылаған қызды шарылдата полициялар қамауға алды. Барлық істі қараған тергеушілер Сәулені өз анасын өлтірген деген тұжырым жасады. Енді ғана есіне ауру әжесі мен інісі түскенде, мені босатыңдаршы, мен анамды өлтірмедім, деп жылаған қызға ешкім сенбеді. Барлық айғақ Сәулеге келіп тұр. Көршілерден жауап алғанда,
танитындары соңғы кезде анасымен жиі ұрысатындарын және анасының басқа жандармен көңілдес болғанын жайып салды. Түрлері суық тергеушілер қараңғы бөлмеде неше сұрақтарымен қорқыта Сәуленің өзін кінәлай қылмыскер қылып көрсетті.